Бұл көптен бері ойланып жүрген мәселе. Еліміздің оңтүстігінде бірінші менің күтіп жүргенім Шымкент қаласы 1 миллион тұрғыны болғаннан кейін ол орталыққа тікелей бағынатын қала болды. Алматы, Астана сияқты. Сондықтан Түркістан облысы бөлек шығып осылай болды. Бұл енді тарихи, бүкіл түрік дүниесінің орталығы дейміз. Қазақстан үшін өте маңызды қала. Қазақтың қалың орналасқан жері, біздің дәстүріміз, тарихымыз, мәдениетіміз шайқалмаған жері. Сондықтан бұл жерде үлкен қала орнату бұрыннан ойымызда болған. Былтырғы жылда мен жарлығымменен Түркістан облысын құрдық та құрылысқа кірісіп кеттік. Bir жылдың ішінде 170 объектінің 105-і биыл іске қосылады. Барлық жобасы 500 миллиард теңгеге тұратын ғимараттар салынатын болады. Қанша үлкен ғимараттар салынып жатыр, қанша көп жұмыс орны ашылып жатыр. Әсіресе жастарға. Мына жерде қалың 2 миллион халқы бар Түркістан облысының қазір. Оның барлығына жұмыс беру керек. Қазір елдер кетпей, қайтадан жиналып жатыр осы жерде. Қонақ үйлер болады, мектептер болады, ауруханалар болады, заманауи аэропорт болады, ең үлкен ұшақтарды қондыратын. Соның кейін су мәселесі шешіледі. Жол, автокөлік дәлізі, темір жол дәлізі барлығы бар. Жолдың бойында тұрған қала. Сондықтан еліміз, Қазақстанымыз тағы да бір үлкен шаһарға байиды деген сөз. Көріп шығып, риза болдым. 1 жылдың ішінде көп жұмыс жасалған. Ендігі жылы мен мына көрші елдердің басшыларын, Өзбекстанның, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстанды жерге шақырайық деп отырмыз өзіміздің саммитқа. Олар келісім берсе, мүмкін Түркістанда өткізерміз. Бұрында да біз Өзбекстанмен бірге Ходжа Ахмет Яссауидің кесенесінің алдында мәңгілік достыққа қол қойғанбыз. Сондай бір келісімге келетін шығармыз. Барлық еліміз үшін бұл өте үлкен жаңалық. Бүкіл Қазақстан, біздің үкіметіміз, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев барлығы қолдап бірге істеп жатқан шаруамыз ел үшін, халық үшін, Қазақстанның өркендеп өсуі үшін. Әрбір салынған үй ол Қазақстанның байлығы. Әрбір салынған қала Қазақстанның байлығы. Мемлекет қандай деп санағанда, сол мемлекеттің жерінде қандай ғимараттар бар, қандай завод, фабрикалар бар, соны санайды. Сондықтан біз Астананы салғанда да көп әңгіме болды ғой. Қанша ақша жұмсадық, барлығын қайтарды. Мемлекетке, бюджетке қазір жыл сайын триллион теңге ақшаны құйып жатыр. Сондықтан қуанышты жағдай осының барлығы. Это все совпадает моим видением рухани жаңғыру, қазақтың қазынасы деген. Только в прошлом году здесь побывало 1 миллион человек туристов. Мы должны больше привлекать туристов сюда. Есть желание, весь тюркский мир считает центром своим. Туризм будет очень важной частью экономики, поэтому здесь ряд музеев. Улы-Дала музея, музей тюркского мира, музей самого Ходжа Ахмета Яссауи, все исторические. И ведутся раскопки, уже мы находим городище там 1000-1500 лет тому назад, от Культубе, один слой. Я думаю, там будет музей под открытым небом, как в Таразе мы делаем, но здесь будет побольше экспонатов, побольше возможностей. Поэтому для туризма в будущем есть желание с соседями вместе открыть единую дорогу Самарканд-Ташкент, Шымкент-Түркістан и назад, чтобы туристический поток увеличить для всех. Для всех будет интересно. Ну и казахстанцы будут сюда ездить, и сейчас ездят.